Еще раз. Жігітімнен қайтадан. Жігітім, қазір ызаланып тұрсың. Отыр да ашуыңды бас. Жарай ма? Бауырым, менің ештеңеден хабарым жоқ. Ант етейін. Әлгі Хикмет бұйрық беріп, осылай болды да. Мен онсыз да өздеріңнің көздеріңше осы жұмысты тоқтаттым емес пе? Тоқтаттым ғой. Кетші өзің, кет. Хикмет кім, сен кім, бәрібір емес пе? Мұнан тақсаңдар, адам болып кетеміз дейсіңдер ме? Қалталарың ақша түсі, бәрінен артықпыз деп ойлайсыңдар ма? Сендер әкемнің тырнағына да татымайсыңдар. Әкем 30 жылдан бері құрылысшы, соны білесің бе? Сендердің қалталарыңды қампитып жатқан әр тиында біздің маңдай теріміз бар. Арсыз иттің баласы. Бірақ сендерде қайда құят? Жетер енді. Тоқтат жігітім, жетер. Тұра тұр, жетер енді. Зарлама. Сендерді түсінбей жүрген кім екен? Кім? Мен бе? Мен сендерді түсінбедім бе? Сен мені кім деп ойлайсың, жігітім? Кім деп ойлап тұрсың сонда, бауырым? Хикмет жалғыз сенің әкеңнің қанын ішті ме? Сенің әкеңнің қаны обалына қалды ма? Ол арсыздың кесірінен мен өлім аузында жатқанда әкемнің қолынан ұстап, бақылдаса да алмадым. Стоп. Өлім аузында жатқанда деп жіберіппін, жатқан. Содан бере берсең болады. Хикмет жалғыз сенің әкеңнің қанын ішті ме? Сенің әкеңнің қаны обалына қалды ма? Ол арсыздың кесірінен мен өлім аузында жатқан әкемнің қолынан ұстап, бақылдаса да алмадым. Неге екенін білесің бе, бауырым? Неге әкемнің қолынан ұстай алмадым? Себебі әкем қолынан айырылды. Естіп тұрмысың? Әкем қолынан айырылды. Түсінесің бе? Ол арсыз қарыздарын әкемнің мойнына іліп қойды. Әкем қарызын қайтарам деп күн түн демей фабрикада қонып демалмай 2 ауысыммен жұмыс істеді. Күндіз түні жұмыс істеді. Әкем күндіз күлкі түнде ұйқы көрген жоқ. 2 сағат көз шырымын алып қайтадан жұмысқа кірісетін. Сөйтіп жұмыс істеп жүріп, 1 сәт көз ілініп кеткенде құрылғы қолын шауып түсірген. Ал кім сен түсінбей тұр екен? Бізді ешкім ешқашан түсінбейді деп тілінді қыштасың. Ал! Осыны сен ал, бауырым. Арамыздағы айырмашылық осы ма? Мені сенен артық қып көрсетіп тұрған осы ма, бауырым? Мен сол иттің қол астында құл бола Мен сол иттің қол астында құл болуға құштар болып жүр деймісің? Бағынышты боп, басымды июға маған ұнайды дейсің бе? Ё-моё, шаршап кетме. Давай. Бағынышты боп, басымды ию маған ұнайды дейсің бе? Сен қалай еріксіз жүрсің? Сендер қалай амалсыз жүрсіңдер? Мен де дәл солай шарасыз күйдемін. Алайда шыдамның да шегі бар. Менің жүйкем темір емес. Темірде тозат, ұқтың ба? Тыңдаңдар, жігіттер. Біз ол иттен осының есебін сұраймыз ба, жоқ па? Маған соны айтыңдар. Сұраймыз ба, сұрамаймыз ба? Жауап беріңдер. Сұраймыз ба, жоқ па? Өздерің біліңдер. Ағай, сіз қалай? Рахмет. Шынымен де қысты, ағай. Қысқанда да оңдырмай қысты. Соны мойнымнан жұлып алып тастауды кешіктіріп алыппын.